Мен ана жолы ғана бір әңгіме естідім, жүрегім қатты ауырды. Қыз балалардың лагерінде болған оқиға екен, шет жағасын ата-аналар біле жүрген дұрыс. Онда көп қуана қоймайтын, көбінесе қабағы түйіліңкіреп, мұңайып жүретін, ешкіммен көп араласқысы келмейтін қыздар бар дейді да. 12-13 жаста қыздар. Содан енді ақырын жақын тартып, жаңағы дос тұтып, әңгімелесіп, сырласып жүріп, ана қыз ашылады ғой енді. Ашылып, әңгімесін айтып, арасында жадырап күліп, өмірге қуанып та, ешқанда. Сөйтіп кейін соңында сырын айтады ғой, сен неге біртүрлі бір мұңайып жүресің, сен ішінде бір мұң бар ғой, неге өйтесің сен? Десе соңында ақыры өкіріп жылады дейді, жаңағы айтады бізге. Өкіріп, өксіп тұрып жылады дейді. Кейін жұбатып, әрең жұбатып айтыр еді, мені білесіз, мені осылай кішірек кезімде зорлаған. Сол менің жанымның жарасы депші. Содан сұрағым еді, кім ол? Десе, жақын адамымыз дейді, араласатын адамымыз. Соңына келгенде кім десе, әкемнің досы деп айтамын дейді. Біріншіден ол жерде шариғаттың шарттары сақталмаған. Ана бөтен бір үлкен еркек кісімен ана кішкентай қыздың қалуына мүмкіндік болған ғой. Екіншіден, ана қыз сондай жағдайдың жаман екенін білген, қорыққан, шошыған, бірақ кейін айтпауға ата-анаға неғып айтпадың еді. Ол бір рет болса жақсы екен ғой, бірнеше рет қайталанған екен. Неғып айтпадың десе айтады дейді. Айтқанда ол кісілер мені одан ары жазалайды ғой. Кешке шейін маған ұрысқаннан басқа, тыйым сағаннан басқа қарым-қатынас жасаған емес ол кісілер. Мені солай тәрбиелеген. Кешке шейін тыйым, ұрысу, нұқыл жем. Содан кейін мен дейді, ол кісілерге бірдеме айтудан қорқамын дейді. Бірдеме өзі жасыра саламын дейді. Айтқаннан не пайда? Айтсам мені қосып жазалайды. Одан ары тұқыртады. Одан айтпай қойған жақсы. Сонда қате тәсіл деген осы ғой. Өз балаң өзіңе жат болып кетеді. Қаталы боламын деп, қатыгез болып кеткенін байқамай қаласың. Балаңның жүрегін қатайтып тастайсың. Балаң сенімен бөлісудің орнына, ауыртпалығымен, басына келген сынағымен, ішіндегі ойларымен, арманымен, сенімен бөлісудің орнына сырттан басқа адам іздеп жүреді. Саған сенбейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін алып қарайтын болсақ, сонда бірінші кезекте біздің ата-ана ретіндегі міндетіміз баламыз бізге сенетіндей ата-ана болуымыз керек қой. Қалай сену керек? Менің басыма қандай оқиға түссе де, мен қандай қиындыққа ұшырасам да, біздің өзіміздің шариғаттың тілімен айтқан кезде мен қандай күнә жасасам да, ата-анам маған қорған болады. Ата-анам мені сол шұңқырдан сүйреп алып шығатын адам, мен арқа сүйейтін тірегім бұл өмірде, қорғаным деп сенсе, біз дұрыс тәрбие беріп жүрміз. Сондықтан да біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан үйренетін ең үлкен өнегеміз бала тәрбиесіне қатысты. Бала тәрбиесіне қатысты. Біз мейіріммен, махаббатпен, қолдаумен, қамқор болумен, қорған болумен тәрбиелеуіміз керек. Түсінумен, кеңдікпен, даналықпен тәрбиелеуіміз керек. Жазалауға асықпау керек.